Этнографтың айтуынша, қазақ табиғи апат болатын ауа райы, үй жануарлары, төрт түлік малмен өзінің ағзасына қарап болжаған. Байырғы бағзы заманнан бері ата-бабаларымыз табиғи апаттардың, оның ішінде зілзала, топан су, өрт апаттары боларын алдын ала білген. Біріншіден, қатты жер сілкінісі болардан бір апта не бір ай бұрын қыс айларында болса, ауа райы жылынып, жаңбыр жауып, жер қызып, жел тұрып, қар еріп, су тұманы сияқты ауа райы құбылып, күн жайсыз өзгеріске ұшырайды. Жер астындағы жыландар аязға қарамай жер бетіне шығып, жер аударып басқа жаққа көшеді. Мұны қазақ жылан көшті деп атаған. Одан бөлек жабайы аңдарда жер алмастырып, мекеннен алыстап кетеді. Аю тәрізді жабайы жануарлар қысқы ұйқысынан оянып, таудан етекке түссе, құрт құмырсқамен тышқандар жер бетіне шығып, әрі-бері тынымсыз жортып, жорғалап, байыз таппай әрекет жасай бастайды. Жеті қазынаның бірі иттер тағатсыздана үріп, жылай ұлып, үй айнала жүгіріп, иесіне бір апаттың боларын алдын ала әртүрлі әрекетмен де, ұлыған жан даусымен де хабар беретін. Қазақ иттің жайшылықта ұлуын, иесіне өлім тіледі деп жаман ырымға баласа, ал ауыл иттері жабыла ұлыса, онда бір үлкен апаттан хабар беріп тұр деп жақсыға жорып, болатын апаттан алдын ала сақтанатын болған. Сонымен қатар этнограф маман жер сілкінетінін, үлкен зілзала болатынын күн үлгері сезіп білетін үй мысығы бір жерде тұрақтамай, үйден сыртқа қашып шығуға әрекет жасайтындығын айтты. Онымен тынбай өз бетін өзі тырмалап, не үйдегі сырмақ текеметтерді тырнағымен түтіп, болмаса үй үргесін қазып, мияулап, қарадай мазасы кетіп, иесіне белгі береді. Жер сілкінерден бұрын оны төрт түлік малды алдын ала сезеді. Оларда тосын қылықтар танытады. Мысалы, кешке қарай төбесі жабық қораға кірмей, далаға қашады. Түнде бауырын жерге баспай жатып тік тұрып алады. Күйіс қайтаратын малдар күйіс қайтармай қояды. Жылқы кісінеп, айғырлар азынап, түйе боздап, сиыр мөңіреп, қой-ешкі маңырап, қозылақ шулап, жалпы төрт түлік малдан ерекше маза кетеді. Мазасының кететіні соншалық, байлаулы жылқы шылбыр, шідерін үзуге талпынып, тулай бастайды. Түйелер бұйдасын, сиырлар жібін үзуге ұмтылып, сыртқа шығуға тырысады. Бұл дегеніміз мақұлық жануарларға берілген Алла тағаланың табиғи түйсігі болса, бір жағынан оны бағып өсіріп тұрмысына тұтынып отырған адамдарға берілген апаттан сақтану дабылы, ескертуі деп білген дұрыс. Үй құстарының, яғни үйрек қаз-тауықтардың улап-шулап, қанаттарын қомдап, күнделікті ұясына қонақтамай, далаға қашатыны, беймезгіл уақытта қораздардың шақырып, жан-жағына жағымсыз хабар тарататыны да зілзаланың келе жатқанының анық хабар деп қабылдаған бабалар. Қазақ түн ортасында шақырған қораздың басын шауып, етін итке тастайтын, себебі үй иесіне жамандық тілеп тұр деп жаман ырымға балайтын. Ал ауыл тауықтары топтаса, шулап шұрқыраса, онда бір апаттан хабар беріп тұр деп қабылдаған. Жабайы қарға, торғай, сауысқан ұзақ сияқты дала құстары жазық даланы бетке алып, тақыр жерлерге қонақтап, улап, шулап, шиқылдап, бір ұшып, бір қонып, әуеге көтеріліп, үй төбесіне қайта-қайта айналып, аспаннан саңғырығын тастаса, онда олар зілзала боларын анық біліп, адам пенделеріне хабар беріп жатыр деп дереу сақтық шараларын жасау қамына кіріседі. Этнографтың сөзінше, жер сілкінер бұрын ауада біртүрлі магнит өрісті тымық ауа пайда болады да, адамдардың өкпе тыныс алуы ауырлап, жүректері қысып, мінездері тарылып, көңіл күйлері нашарлап, рухы әлсіреп, бас ауырып, сіркесі су көтермей, бейжай мазасыз күй кешеді. Ұрысып, жанжалдасып қалуға дайын тұрады. Оны өздері де сезбейді. Бұл жер сілкінерден бұрынғы табиғи орта мен жаратылыстың адам ағзасына берген белгісі деп қабылдаған жөн. Осынау ұлы дала заңдылығын ажыратып, күн мен түннің, ай мен жылдың, апта мен тәуліктің уақытын таразылай білген. Қазақ жаратылыстың тосын құбылыстарында осылайша біліп отырған. Жуық арада болатын апаттың салдарын сезіп, алдын ала жорып, халықты қауіпсіз жерлерге көшіріп, мал мен жан басын аман сақтап қалып отырған дейді маман.